себебі сөйтсем жаңағы бір тергеуші маған бүйтіп айтады да, жас бала, аға, сізді қазір мына жерде өлтіруі мүмкін. Мына протоколға қол қойсаңыз, сіз террорист, тонаушы, жаңағыдай нашақор, не деген, неге қол қойсаңыз, сіз сыныптан ұрмайды, осы жерден тез шығарып жібереді де, барып абақтыға қамаса қамайды, ары қарата көреді, фильтрат ары қарата бола береді деп. Сөйтіп жазыңыз деді. Ей балам, мен істемеген істі қалай жазады екен? Мен ондайды жазамаймын деп едім. Мені қайсынан ұрғыға жықты. Сосын біреу жаңағы желкемнен бүйтіп сүйреп апарып, келесі комнатада они устроили газовую камеру. Газовый камера жасалған сол жақта. Мен оны білмедім ғой, газовый камера екенін. Сол жаққа кіріп мен тастаған кезде менің жаңағы тынысым қысылып, демаламай қалдым. А сонда кәдімгідей газды нетіп жатыр ма, жіберіп жатыр ма сол комнатаға? Иә, газ жіберіп жатыр. Мен деген көзім ашып, бірақ енді мен қаншама күн тепкілеп жатыр, мұрындан қан деген жаңағы все бәрі нетіп қалды, сезбеймін, бірақ тынысым қысылып жатыр. Өліп жатырмын да, ойлап жатырмын, может мына жаңағы қабырғам сынған, может менің өкпеме кіріп жатқан деп ойладым, бірақ та басқа бір қызметкер кірді де, вы что здесь газ напустили, это старик умирает деді, мені желкемнен бүйтіп қайсынан суырып шықты. Неге? Былай, келесі комнатаға шығарып салды. Жаңағы тергеуші маған тағы да айтты: ей көке, өлмей тұрғанда мына протоколға қолыңды қойып бер деді. Ей балам, мен қалай қойды екен? Мен қалай болған жазып берейін. Мына оң қолымды сындырып тастады ғой, витамин ұрып. Жазамаймын, сен жаз, мен сол қолмен айтқанымды жазасың, бірақ мен сол қолмен қолымды қойып берейін, бірақ мен ана басыма аламайды екенмін, жаңағы сендер маған айтқан қылмысты деп. Сонда көбісі жаңағы протоколға қол қойып, соған келісіпті. Бірақ сот кезінде жаңағы судья дейді: доказательства, добытые преступным путем, не является доказательством и рассмотрению суда не подлежат. Бұлар айтты, маған түсіндірді. Сол кезде мысалы менде келісесіз ба, может мені сондай азапқа мен ұшырамаушы едім. Бірақ не себептен мені сонша, мені сөйтіп ұрады десем, мен жаңағы келіспеген үшін мені соншама ұрыпты ғой.